Сәлем барша оқырмандарыма, осындай дәруменге бай салаттың видео рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымызда көктем келе жатыр, осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге осындай 3 қызылша, алма, анар, йогурт және де мүйіз ғана керегі. Осының барлығын жақсылап кубиктап турап аламыз. Алмамызды бірінші осында майдалап кубиктап тураймыз. Одан кейін осы қызылшамызды турап аламыз. Мен енді кубиктап турадым. Ал сіздер теркадан өткізсеңіздер де болады. Енді ол өз қалауларыңыз. Маған осы кубиктап тураған ұнады, сондықтан осылай турадым. Барлығын бір таза ыдысымызға салып аламыз. Алмамызды да, енді анарымызды және жуылған мүйізімізді қосып, үстіне йогуртымызды қосамыз. Йогурт немесе сметана немесе майонезді қоссаңыз болады. Енді ол жағы өз қалауларыңыз. Осы салат менің отбасыма, яғни балаларыма қатты ұнайды. Осы салатты жасаған күні қалдырмай жеп қояды. Сондықтан дәл менің рецептімен жасап көрулеріңізге ұсынамын. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Алдымызда көктем келе жатыр. Иммунитеттеріңізді көтеру үшін осы салатты жиі жасап тұрыңыздар. Бетіне осында грек жаңғағын сеуіп қойдым. Әдемілік үшін өте дәмді, ерекше, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.